Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен айран қосылған осындай ажурлы құймақ дайындайтын боламыз. Алдымен бөлме температурасындағы жылы айранға соданы қосамыз және кішкене реакцияға түскенше қоя тұрамыз. Осылай көпіреді, кейін үстіне қантты және сұйық майды құйып араластырамыз. Үстіне жұмыртқаны және ұнды салып араластырамыз. Бізде осындай масса болады. Кейін үстіне қайнап тұрған ыстық судан 2-3 бөлікке құйып, осылай тез-тез араластырамыз. Бізде қамыры пісіп кетпеу керек. Сондықтан 2-3-ке бөліп құйғандарыңыз жөн. Бізде осындай масса болады. Кейін табаны әбден қыздырып, бірінші пісіргенде сұйық май жағамыз. Асты үстін аударып, қатты отта пісіріп аламыз. Қатты отта егерде асты күйіп кетіп жатса, орташа отқа қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.